Bауырлар, ардақты алматылықтар, әлем қазіргі таңда өзінің арғы бергі ұлы тарихында бұрын соңды болмаған сұмдық індетпен алысып жатыр. Тажалмен алысып жатыр. Тажалдың аты коронавирус. Коронавируспен ауырмаған бірде-бір құрлық жоқ. Коронавирустың айналып өткен бірде-бір қаласы, ауылы, жері, теңізі, көлі жоқ. Міне, қадірлі алматылықтар, біз Алаш жұртының ұлы қаласы ретінде бүкіл зиялы қауымның, мәдениет пен өнердің, ғылымның ордасы болған ұлы қаламызда қазір осы аурудың зардабын қатты сезініп отырмыз. Сондықтан бәріңізді бір адамдай жұмылып, біріңіздің өміріңізді біріңіз қорғап, өз өміріңізді қорғап, отыңыздың басын отандастарыңыздың өмірін сақтауға бүкіл ерік-жігерлеріңізді бағыштауларыңызды сұраймыз. Біз сол арқылы уақыттың алдында, заманның алдында ұлтымыздың, мемлекетіміздің іргесін сақтап қала аламыз деп берік айтар едім.